Кайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек, асқабақ қосылған кекс дайындаймыз. Кекстарымыз сап-сары күндей жарқырап, золотистый болып, әдемі болып шыққан. Жасалуы да өте қарапайым, қолжетімді заттармен дайындалады. Бізге қажетті заттар ұн, құмшекер, сұйық май және де осындай асқабақ пюресін дайындап алдым. Алдын ала буға немесе духовкаға пісіріп алсаңыз болады. Жұмыртқа қосамыз, тоз қосамыз және қамыр қопсытқыш. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, араластырып дайындап қоямыз. Таза ыдысымызды алып, жұмыртқамызды саламыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Миксермен бір араластырып жібереміз. Құмшекерді аз-аздап салып отырып араластырамыз. Бастапқыда миксердің төменгі жылдамдығымен араластырып отырамыз. Құмшекерді барлығын салып болғаннан кейін миксеріміздің жылдамдығын ең жоғары жылдамдыққа дейін көтереміз. Және 5 минуттай араластыратын боламыз. Массамыз 2 есе ұлғайып, әппақ күйге енуі қажет. Мінекей біздің массамыз әппақ болып 2 есе көтерілді. Енді сұйық майымызды құйып бір араластырып жібереміз. Асқабақ пюресін саламыз. Тағы да бір араластырып жібереміз. Ұнымызды бірден барлығын салуға болмайды. 2 бөлікке бөліп саламыз. Және де миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Енді осындай арнайы кекс формаларына құйып шығамыз. Қатты толтырмай құямыз, өйткені пісу барысында көтеріледі. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне құюға глазур дайындаймыз. Ақ шоколадымызға сұйық май құйып араластырамыз. Және де қайнап тұрған су дайындап алып, соның үстінен осылай араластыра отырып ертеміз. Мінекей ертіп дайындап алдым. Енді суытуға қойып қоямын. Кекстеріміз пісіп дайын болды. Енді суып дайын тұрған глазурымызды осылай әдемілеп жүргізіп шығамыз. Осылай жасасаңыздар өте тәтті дәм береді, бірақ дәл осылай жасау міндетті емес. Қант ұнтағын сеуіп әдемілесеңіздер де болады. Кекстарымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Асқабақ қосқандықтан ерекше бір дәм береді. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.